Ассалаумағалейкум. Осы апта бізді бокстағы ең қызықты жекпе-жектердің бірі күтіп тұр. Жылдың соңына қарай міне Усик пен Фьюри қарымта жекпе-жек өткізбек. Алғашқы жекпе-жектерінде екеуі де ұтылмаған болып келді. Екеуі де әлем чемпионы болып келді. Сарапқа Усик өзінің 3 белбеуін салса, Фьюри өзінің WBC-ін қойып, ақыры абсолют әлем чемпионы болып Александр Усик шықты бұл жекпе-жекте. Бүгін сол жекпе-жекті талқылайтын боламыз. Бастамас бұрын менің достарым, серіктестерім Кембридж Академия жайлайды. Айта кетейін, қазір дәл осы академияда ағылшын тілін меңгеріп жүрмін. Онлайн форматта толықтай сілтемені қалдырамын. Инстаграм парақшаларына кіріп, қосымша мағлұматты ала аласыздар. Егер ағылшын тілін оқуыңыз келіп жүрсе, білгілеріңіз келіп жүрсе, онда біздің қатарымызға қош келдіңіздер. Усик пен Фьюриге келетін болсақ, ең алдымен кіріспе ретінде кішігірім алғашқы жекпе-жектеріне тоқтала кетейік, және бұл жекпе-жектің қарсаңда бірнеше бір ақпарат шықты, соған қатысты бір-екі ауыз сөз айта кетейік. Бірінші жекпе-жек толықтай 12 раундқа созылды. 12 раундқа созылды, және де жалпы есепті алып қарасаңыздар 2-1, яғни бір төреші 110-114 деп Фьюриге берген жеңісті, бір төреші 110-114 деп керісінше Усик, және тағы бір төреші 115-112 деген есепті қойған. Және бұл карточкаларды алып қарайтын болсаңыздар, 9-шы раундтағы нокдаунның арқасында Усик жеңісті жұлып алғанын байқауға болады. Өйткені онда 8 деген есеп қойылады, нокдаун болған раундтарда. Яғни қосымша тағы бір ұпай жоғалтып отыр Фьюри. Егер сол бір ұпайды жоғалтпаса, тым болмағанда 10-9 болып ұтылса, онда тең түсіп қалу ықтимал еді. Тіпті Фьюри жеңісті жұлып алуды ықтимал еді төрешілердің карточкаларына қарайтын болсақ. Сондықтан бұл жерде тек қана нокдаун шешіп жіберген барлығын көрдіңіздер ме? Одан кейін бұл жол енді абсолют әлем чемпионының атағын сарапқа салмайды жігіттер, өйткені IBF титулына ие бола алмай қалды өкінішке қарай. Енді бұл жол бұған қатысты да теория бар, негізінен промоутердің ықпалдылығына көп нәрсе байланысты. Негізінен барлық ұжым басшылары, осы 3 негізгі бокс ұжымын алатын болсақ, тұжырымдамалар, бұлардың барлығы өз чемпиондық белбеулерінің негізінен логика бойынша бір адамның қолында болуына мүдделі болу керек. Өйткені толыққанды, мысалы, спорттық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, бір адамның қолында болса, оның барлығы демек бір әлем чемпионы бар деген сөз. Нақты барлығы түсінікті, 4-4 жаққа кетпей, 4 түрлі чемпион болмай, бір адамның қолында. Бірақ бизнестің маңыздылығы бұл жерде көрінеді. Түсінуімше, Дюбуаның промоутері өте ықпалды болу керек. Усиктен тартып алды IBF, сен қорғамайды екенсің, Фьюримен төбелеседі екенсің, онда болды, сен өзіңнің біздің алдымыздағы міндеттемелерін орындамадың деп Дюбуаны, ол кезде уақытша чемпион болған Дюбуаны бірден әлем чемпионы қыла салады. Джошуаға қарсы бірінші рет қорғап та шығады ол кезде. Міне осындай бизнес мүдделер ұштасып жатыр, спорт бизнес мүддесі ұштасып жатыр деп болатын шығар. Негізінен спорттық тұрғыдан алып қарайтын болсақ, әрине ойбай қарымта жекпе-жек бұл ауыр салмақтағы соңғы жылдар ең үлкен жекпе-жектердің бірі. Ауыр салмақта жалпы абсолют деген атақты жиі сарапқа сала бермейді. Сондықтан IBF-ті бұл жерде кішкене өз чемпионына түсіністікпен қарап, жарайды, болды. Жылдың соңында онда Фьюримен рематч өткіз, Дюбуа оған дейін күте тұрады десе де болар еді. Бірақ көрдіңіздер ме, міне Дюбуаны чемпион қылып алды да, енді мына жақта кішкене жекпе-жектің статусы төмендеп қалған сияқты. Одан бөлек дәл осы жекпе-жектің сыйақы қорына қатысты әңгіме тарап жатыр. Бұл енді бокстың бұрыннан бері келе жатқан бір трюк дейді ғой, трюк. Жанкүйердің кішкене назарын аудару үшін, бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудару үшін, спорт туралы жазатын аудару үшін әдейі бір космический бір соманы айта салады, ойбай осындай баға, осыншама ақша деп. Шын мәнінде гонорар қазір соң бір жерде 114 миллион деп жазып отыр, яғни қор, оның 74 миллионы Фьюриге кетеді екен. Бірақ былай алып қарайтын болсақ, негізінен ол ақпаратты тек қана бір шын мәнінде 4-5 адам біледі. Сол промоутер, боксшылардың өздері, сол ұйымдастыратын, сол Сауд Арабиясындағы Рият Сизонның басшылары деген сияқты. Сол әр кетсе бір 4-5 адам ғана нақты соманы біледі, қалған барлығы бұл инфополеге әдейі жіберілетін дүние, жекпе-жектің маңайында тағы бір талқылайтын тақырып табу үшін.
Енді жекпе-жекті талқылап көрейік. Жалпы Фьюриді алып қарайтын болсаңыздар, рематчтарда өзін өте жақсы көрсетеді. Әсіресе Деонтей Уилдерға қарсы трилогия болды және әр жекпе-жек сайын тіпті одан да жақсы өнер көрсеткенін байқадық. Бірақ Деонтей Уилдерға қарсы жекпе-жектерде кері тартпа болды. Ол жерде көп соққы алып қалды және бұл жекпе-жектерден кейін Фьюри бұрынғыдай емес дегенді де біз көрдік. Шынымен де өзінің шыңы, өзінің бір бабының шарықтаған шағының, рефлекстердің бір шарықтаған шағын сол Деонтей Уилдерға қарсы жекпе-жектерді көрсеткен шығар. Одан кейін енді біраз төмен кете бастағаны байқалды. Соған қарамастан әлі де бұл бабының бір сондай бір төмен кезінде жүрген боксшы емес, әлі де кәсіпқой бокста азулы жігіттердің бірі. Усиктен кейін екінші, әрине бұл біз тікелей жекпе-жектен көрдік. Бірақ рематчтарда қарсыласты зерттеп, бір қарымта әдістер таба алатын, жеңудің жолын таба алатын спортшы. Сондықтан бұл оған қоса IQ да жоғары, оны білесіздер. Кличкоға қарсы жекпе-жектерде әсіресе бокс IQ өте жоғары екені көрініп қалды. Демек, Усикке бұл жолы басқаша дайын болады деген сөз. Негізінен бұл әлде қайда, мысалы, бойшаң, бой ұзын, қол ұзын боксшы. Леннокс Льюистің айтқан сөздерін мысал ретінде келтіргім келіп отыр. Жеңіске Усикті жеңудің ең бір қарапайым жолы бұл джебті көбірек қолдану және де қайта-қайта клинчте байлап, бой ұзын болғаннан кейін қарсылас үстінен басып отыру. Сөйтіп барып шаршату. Бұндай тактиканы негізінен Фьюри бірінші жекпе-жекте қолдана алмады. Өйткені Усик бой аласа, бірақ Фьюридің өзі сияқты өте жылдам. Оған қоса Усиктің басты бұл. Усиктің қаруы бұл аяқ негізінен, футворк. Аяқта жұмыс жасай алу біздің кейде біздің әуесқой боксшыларға да ұқсап кетеді. Негізінен әуесқой бокстан қатты өзгерген жоқ, байқасаңыздар. Усик бүйтіп қарсыласына бүйтіп төніп тұрады, кәдімгідей бүйтіп дір-дір етіп кәдімгідей байқасаңыздар, әлі күнге дейін солай жұдырықтасады. Сосын комбинацияларда бір солақай болғаннан кейін Фьюриді мына жаққа жүргізіп отырады да сол қолдың астына салды. 9-шы раундта нокдаунда дәл осындай мынандай хукпен болған, үстінен кеткен соққы, былай жартылай боковой дейміз ба, оны сондай соққымен нокдаунға жіберген болатын. Әуесқой бокстан қатты өзгерген жоқ, бұған дейінгі жартылай ауыр салмақтан кейін стилін қатты өзгерткен жоқ, және Фьюриде бұл жерде Усик ең алдымен осындай бір жылдамдықпен аяқтың арқасында алды. Және шабуылдар біркелкі болды, және де бұл жерде оңқай және солақай боксшы кездескенде ең алдымен аяқтың позициясы үшін күрес басталады. Яғни мынаның оң аяғы, мынаның сол аяғы алда тұрады, аяқтың сыртына жүріп отырса, онда артқы қолмен соққы жасауға ыңғайлы позиция туады, және көбінесе бұл позицияны Усик ұтып жатты. Өйткені бұл әлдеқайда жылдам болды, бой аласа, байқасаңыздар, Фьюри бүйтіп қолын созып, тіпті бастан ұстап алмақшы болды. Өйткені тым ыңғайсыз, тым кішкентай болып, тыпыр-тыпыр етіп, қайта-қайта мазалап, бір сабасына келуге мүмкіншілік бермеді. Көрдіңіздер ме? Міне, ең алдымен Фьюри қазір әсіресе алғашқы раундтарда Усикті тоқтату және шаршатумен айналысады. Яғни бұл жерде Фьюри үшін бір ғана жол көрініп тұр. Енді барлық, мысалы, мен сарапшылардың да, боксшылардың да ойларын тыңдап шықтым. Көбінесе барлығының ойы осыған келіп ұштасады. Бұл ең басты Фьюридің қолдану керегі клинч. Өйткені бұған дейін, мысалы, Фьюри басқа ауыр салмақтағы жігіттермен жұдырықтасқан кезде басымдылығы негізінен футворк, аяқпен қимыл болған. Бірақ бұл жолы көрдіңіздер ме, футворк одан да жылдам, одан да жақсы. Усикке қарсы шыққаннан кейін кішкене өзгерістер қажет. Сондықтан бұл жерде өзінің антропометриясын қолдану керек дейді көптеген сарапшылар. Және де джебті қолдану керек. Яғни джеб, жақындай келсе қолдарын ұстап, мойнынан ұстап, үстіне бүйтіп кәдімгідей салмағын салып, салмақпен басып отыру. Бір 3-4 раундтың ішінде бұл нәтиже береді. Клинчтескеннен кейін клинчте бүйірден көбірек соққы жасау. Яғни Усикті басты қаруынан айыру. Усикті бір жерде тұрып қалуға мәжбүрлеу. Ал енді Усикке келе. Усиктің бұл футворктың ар жағында не тұр? Футворктың ар жағында, яғни аяқтың қимылдың ар жағында бұл тұрған функционалдық дайындық, физикалық дайындық. Усикті біз соңғы Фьюриге қарсы жекпе-жекте ғана қатты шаршаған көрген шығармыз. Бұған дейін қатты бір шаршап жатқанын көрген жоқпыз. Және де бойшаң, бой ұзын, шынымен де табиғи ауыр салмақ өкілі болып есептелетін
боксшыларға қарсы өте жақсы жұдырықтаса алады. Және бұл міне кәсіпқой бокста пайда болған дүние емес, негізінен әуесқой бокста да WSB аясында мысалы Усикті біз ауыр салмақта көрдік. Ол жерде бір 6-7 жекпе-жек өтіп тастап барлығын ұтқан. Сол еңгезердей мысалы Магомед Расул Меджидовты да ұтқан кезінде. Сондықтан бұл таңсық жағдай емес. Негізінен ауыр салмақтағы бойы ұзын еңгезердей жігіттерге қарсы Усикке жұдырықтасу әлдеқайда ыңғайлы болып шығуы да ықтимал. Енді біз бұған дейін көріп отырғанымыз осы. Бірақ Усикті дәл осылай антропометрияның арқасында бір қара күшке салып басып тастауға талпынған боксшыны әлі көрген жоқпыз кәсіпқой бокста. Қолынан келген жоқ. Бірақ Фьюридің бұған деген мүмкіншіліктері бар. Фьюри бұны жасай алады. Енді тағы бір мәселе, бұл жерде жас, екеуінің де жасы 36-37-ге келіп қалған, ал бұл кезде ең бірінші адамның бойынан, спортшының бойынан кететін дүние бұл жылдамдық, яғни рефлекстері, жылдам бірдеңеге қарсы тосқауыл бола алу және жылдам шешім қабылдау. Бұл да өте бір маңызды фактор. Сондықтан біз қай жекпе-жекте бұлар осылай шұғыл түрде бір осы тұрғыдан деградацияға ұшырай бастайтынын білмейміз. Қазір шығып Фьюри бұрынғыдай жылдам қимылдамауы мүмкін. Керісінше осыншама жыл ауыр лагерлерден өткен Фьюриге Усик дәл осы жекпе-жекте келіп толықтай ашыла алмай қалуы мүмкін. Бұрынғыдай жылдам бола алмай қалуы мүмкін. Осындай бір факторлар көп та, форс-мажор дейді ғой, осылай әп-сәтте кеп қалатын. Мысалы Майк Тайсонның өзі айтпақшы, сен ең бірінші кететін жылдамдығың, бірақ ең соңғы сен өлгенше дейін бойында қалатын бұл ауыр соққы. Екеуінің қолында да ауыр соққы бар, шынымен де панчер дей алмайсың, бірақ танажбен бірнеше соққының арқасында мерзімнен бұрын жеңіске жете алатын боксшылар. Жалпы саралай келгенде, алғашқы жекпе-жектің қорытындысын саралай келгенде, бұл жолы көп нәрсе әрине бұл физикалық дайындыққа байланысты болады, әрине біріншіден. Екіншіден мотивация, өйткені екеуінің де мотивациясы шын керек бұл жерде ақша емес. Бұл жерде былайша айтқанда мұра. Бокс өзінің бір боксшы ретінде мұрасын қалдыру. Енді ойланып көріңіздер. Александр Усик соңғы рет 2009 жылы жеңілген. Әуесқоймен кәсіпқойды есептегенде 2009 жылы Миланда өткен әлем чемпионатында Игорь Михонцев деген боксшы ұтылған. Кейін Риода бұл жігіт 81 келіде олимпиада чемпионы атанды, біздің Әділбек Ниязымбетов ұтып. Соған ғана ұтылған. Одан кейін ол әлем чемпионы болды, олимпиада чемпионы болды, WSB-ге барып, бірде-бір жекпе-жек ұтылмай кетіп, кәсіпқой боксқа барып, 2-1 салмақта абсолютті әлем чемпионы атанды. Бұның барлығы міне кәсіпқой боксқа келетін болсақ, 24 жекпе-жектің ішінде жасаған. 24-0 2 салмақта абсолют Али Трофи деген бүкіл әлемдік бокс супер сериясының жеңімпазы. Қаншама боксшыларды әлем чемпиондарының өз отанына барып отқан. Енді ауыр салмаққа ауысты да, ол салмақта Азул деген Дюбуа, Джошуаны 2 рет, Фьюриді қазір 2 рет ұтуы мүмкін. Бұл дегеніміз енді аса ауыр салмақ тарихындағы ең бір үздік боксшылардың қатарына енеді деген сөз. Ұтылмай кетсе тіпті. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бұл жерде ақшадан бұрын істейтін ақшаны істеді. Бұл жерде тек қана мотивация қалады, және менің ойымша бұл жерде Усиктің мотивациясы әлдеқайда жоғарырақ. Бұл әрине жеңілмейтін сондай бір мінсіз резюме қалдыру. Барлығы да айтып жатыр, Усик осы жекпе-жектен кейін мансабын аяқтайды деп. Оған қоса тағы да бір фактор ретінде қосуға болады. Бұны қысым ретінде де қабылдауға болады. Бірақ бұндай қысымға талай рет тап болған Усик менің ойымша қатты әсер ете қоймайды. Бұл да мотивация беретін дүние. Бұл қазір Украинада болып жатқан жағдай. Украина халқы қиын қыстау кезең өткізіп жатыр өз басынан. Соғыс болып жатқан мемлекет, және бұл халыққа, бұл мемлекетке осындай бір үлкен жеңістер қажет, ауадай қажет. Тым болмағанда халықтың сол бір ынтасын, бір көкірегін көтеріп жеңіске жетелейтін сондай бір жарық бірдеңелер керек, және Усик бұны да жақсы түсініп отыр. Дәл осындай тіпті мотивация факторлар салыстыратын болсақ, Фьюриде бір өшігіп, мен тек қана сондай бір спорттық бір ынтасынан басқа шыны керек ештеңе көріп тұрған жоқпын. Бірақ бұның да өзі жеткілікті болуы мүмкін, егер де Усиктің спорттық физикалық дайындығы, кондициялары бұрынғыдай болмаса.
Бірақ екі талай әрине тыңғылықты бүкіл лагерлерден дайындалып шығатын боксшы бұл жолы сыр береді деп ойламаймын. Яғни бүкіл факторларды есептей келе менің ойымша бұл жекпе-жекте де Александр Усик фаворит. Және де тіпті өткен жылы сплит, яғни төрешілердің шешімі екіге бөлінбей аяқталса, бұл жолы төрешілердің шешімі бір ауыздан болады деген ой бар. 12 раундтың қорытындысы бойынша Александр Усик өз титулдарын сақтап қалып, осымен мансабын аяқтайды деген ой. Мен қорытындылаймын бұл видеоны. Сіздер де бұл жекпе-жекті күтесіздер ме, қарайсыздар ма, қайдан қарайсыздар, жалпы не күтесіз бұл екі боксшының өнерінен, соны да комментарийге жаза отырыңыздар. Осымен болды. Қош сау болыңыздар.